Кайырлы күн окуучулар. Бүгүн физиканын ядролук физика үлкөн тарабын карастыратын боламыз. Бул видеомуз устаздар менен 7-11 сынып окуучулары үчүн адистемелик көмөк болуп эсептелет. Себеби бүгүнкү менин видеомдун негизги максаты физика пәнинин мугалимдерине сабакта көмөкчү курал ретинде колдонууга сунуу, окуучулардын физика пәнинен кошумча терең билим алууна мүмкүндүк берүү. Окуучулар такырып боюнча видеолорду көрүп, кубулуштарды жеде түшүнсө деймин. Жеке бөлүмдөрдө өзүндүк жумуш, тест тапшырмалары орундоо аркылуу билимдерин калыпташтырууду максат этүүдөмүн. Осуга орай, осы максатты жүзөгө асыруу максатында менин осы каналымда бир нече 200ге жуuk видеолор берилген. Солардын ичиндеги 69-дан 71-видеога дейин устаздарга арналган квал тест бар. Эсептер чыгаруу жолдору түгөлдөй көрсөтүлгөн. 132-видеода атомдук жана ядролук физика, 110, 108, 101, 99, 93, 92, 48, 47, 59-видеолорда осы атомдук жана ядролук физикалардын теориялары, тажрыйбелери және ТЖБ, БЖБ жумуштарын калай жазуу керек, күрдөлүү эсептерин калай чыгаруу жолдору менен тааныштырылган болатын. Сону карап көрүүлөрүңүзгө болот. Энди осы ядролук физикада нени билүү керек? Эң өзөктүү сурактары бул эң биринчи жасанды радиоактивдүүлүк дегенне, Чедвиктин нейтронду ашуу жайы, ядронун курулушу, нуклондар, ядролук күчтөр, уран ядросунун бөлүнүшү, тизбектүү ядролук реакция жайы, атом ядросунун байланыш энергиясы, ядролук реактор, термоядролук реакция, радиация, биологиялык әсери. Осы сурактын барлыгында менин жогорудагы аталган видеолорумда түгөлдөй осулар анык түшүндүрүлөт. Энди осы сурактарга орай биз сиздерге мындай эсептер сунуп отурмун. Эгер уран 92/235 ядросу бөлүнгөндө, уран ядросу бөлүнгөндө, bir ядросу бөлүнгөндө 200 мега электрон вольт энергия чыгатын болса, 1 килограмм уранда бар ядролор толук ыдырагандагы бөлүнөтүн энергия канча болот? Сону аныктау керек. Уранның малярлык массасы берилген, Авогадро саны берилген және КБЖга арналган кээ бир маалыметтер берилген. Энди бул эсепти калай чыгарууга болот, балдар? Бул эсептин чыгаруу жолдорун мен биринчисинде көрсөтүп койдум. Берилгенде bir ядронун энергиясы 200 мега электровольт, onu айландырганда мега 10-6 дәрежеси, электрон вольт 1,6 дәрежесине тең болот. Сонда 320 дәрежеси. Енді 1 килограмм урандагы бизге барлык энергияны аныктау үчүн bir ядронун энергиясын барлык 1 килограмм урандагы ядролордун санына көбөйтүү керек. Ядролордун санын табуу үчүн зат мөлчөрүнүн эки формуласы аркылуу энди табып алабыз. Эн тең болот массаны енага көбөйтүп малярлыкка бөлөбүз деп ордуна коябыз. Сондагы 8,2 onun 13 дәрежеси жоулга тең болот экен, балдар. Биз экинчи тапсырмамызда спектр ядролук реакция bir калыпта жүрүү үчүн нейтрондордун көбөйүү коэффициенти канча болуу керек? Келесі сурактарда өздөрүңө сунам, балдар. Жабабын өздөрүң табууга кирсиңдер. Ядронун моделин ачкан кай калым экендигин аныктаңдар. Ал 5-чи эсеби бул жасанды радиоактивге байланыштуу болгондуктан, энди азыр эсебин көрсөтөйүн. 7/14 азотту альфа бөлчөгү менен аткылаган кезде реакциянын натыйжесинде азот 8/17 болатын оттегиге айланган және тагы да кандай белгисиз бөлчөк бөлүнүп чыгат экендигин аныктау керек. Onu калай аныктайбыз? Onu аныктауга 7/14 азоттун мындай реакция жазамыз. Альфа бөлчөгү менен аткылаган кезде оттеги пайда болгон, тагы да кандай бөлчөк бөлүнөт?
Есеп өте оңай. 7-ге 2-ні қосамын 9. Реакциядан кейін менде 8 бар. Демек біреу жетпейді. 14-ге 4-ті қосамыз 18. Менде 17 бар. Біреу жетпейді. Бұл 1-де 1. Бұл протон болып есептеледі балалар. Протон. Енді 6-шы есепте мынандай реакция берілген. 7-де 15 азотты протондармен атқылаудың нәтижесінде 6-да 12 көміртегіне және 2-де 4 альфа бөлшегіне бөлініп шыққан. Олардың ендегі әрбіреуінің астына мына энергияларды қоямыз да теңдікті табатын боламыз. Келесі есепті қарастыратын болайық. 7-ші есепте радиоактивті элементтің активтілігі 8 күнде 4 есе азайған. Жартылай ыдырау периодын анықтау керек. 88-де 226 радий ядросының радиоактивтік альфа ыдырау нәтижесінде пайда болатын және ядроның құрамы келесіндей анықтау керек. Мына ядроның радий ядросының протон нейтрондарының санын анықтау керек. Протон нейтрондарының санын қалай анықтаймыз? Мысалы, 11-ші есепте 4-те 9 бериллий нейтрал атомында қанша протон, қанша нейтрон бар? Осыларда жалпы қанша бөлшектердің саны қанша? Мен көрсеттім балалар. 11-ші есепте, мысалы 4-те 9 бериллий болса, мына 4 нені білдіреді? 4 біріншіден электрондардың санын береді. Екіншіден оның ядросындағы протонның санын береді. Үшіншіден ядроның зарядын береді. Төртіншіден ол сол элементтің реттік нөмірін береді. Менделеевтің периодтық жүйесіндегі реттік нөмірін береді. Ал 9 массалық сан болады. Сонда массалық сан арқылы біз нейтрон санын тапқанда А-дан Z-ті азайтатын боламыз. Енді қалған есептерді өзіміз шығарып, нәтижесін анықтайық. Жауабын шығарайық. Оныншы есептерінде 92-де 236 уран 2 рез альфа 1 рез бета ыдырауға ұшырайды. Нәтижесінде пайда болған ядроның құрамын табу керек. Сонда біз 3 реакция жазамыз. 2 рез альфа 1 рез бета ыдырауға түседі. Реакцияның нәтижесінде пайда болған ядроның ішінде қанша протон, қанша нейтрон бар екендігін анықтаймыз. 12-ші есептерінде 3 протон, 4 нейтроны бар бейтарап атомның ішінде қанша электрондардың саны бар. Мен жоғарыда айтып өткендей, протонның саны менен электрондардың саны тең болады дедім балалар. Демек, бұл ядрода сыртында 3 электрон айналып жүреді. Ал жалпы атомдардың саны, бөлшектердің саны, массалық сан 7-ге тең. Міне балалар, осындай 12 есеп ұсындым. Осы 12 есепті шығару арқылы атомдық физикадағы, ядролық физикадағы есептерді шығаруға мүмкіндік болады деп ойлаймын сендер үшін. Бүгінгі менің сіздерге ұсынып отырған видеом ұнаса, міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын міндетті түрде. Келесіде қандай тақырыптарды білгілерің келеді, өздерің ойларыңды жазып көрсетуге болады. Білім әлемінде келесі кездескенше сәттілік тілеймін балалар.